шырышты қабыққа түседі вирус. Егер де көзге түсетін болса, онда көзде конъюнктивит болады. Көздің қышуы, көздің қызаруы, көзден жас ағуы мүмкін. Ал келесі, егер де мұрын шырышты қабатын зақымдайтын болса, онда мұрыннан су ағуы болады. Ринит, яғни мұрынның қабынуы. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге қазір біздің елімізде болып жатқан эпидемия, қызылша, кор аурулары туралы айтқым келіп тұр. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментария жаза отырыңыздар. Қызылша ауруы ауа тамшылы жолмен және тыныс жолдарын зақымдайтын, вируспен дамитын, пневмония және де энцефалит секілді асқынулармен жүретін ауру болып келеді. Қызылша ауруының қоздырғышы ол парамиксавирус болып келеді. Парамиксавирус күн сәулесін ұнатпайды және де суықта жақсы дамиды. Ауаға түскеннен кейін жарты сағат немесе 2 сағаттың ішінде жойылып отырады. Сол қысқа уақыттың ішінде парамиксавирус адам ағзасына түсіп, адам ағзасында ауру тудырып отырады. Парамиксавирус жұғу жолдары айта кеткендей ауа тамшылы жолмен, яғни ауамен жұғып отырады. Екінші трансплацентарлы жолмен, яғни анадан балаға беріліп отырады. Яғни жүкті әйел 3-ші триместрде абай болу керек. Себебі бұл уақытта жұққан балаға қауіпті болып келеді. Қызылша вирусымен контактіде болған 100 адамның 95% осы қызылша ауруымен ауырады. Келесі, қызылша ауруының қауіпті тобындағы адамдар кімдер? Олар 1 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер және иммунитеті төмен адамдар және де вакцинацияланбаған балалар болып келеді. Қызылша ауруының қандай кезеңдерден өтеді? Бірінші инкубационды кезең, яғни ағзаға вирус енгеннен бастап, яғни контакты болғаннан кейін вирус енеді, енгеннен кейін клиникалық көрініс болғанға дейін. Яғни инкубационный кезеңде вирус ағзаға еніп, көбейіп және клиникалық көрініс бергенге дейін кезеңді инкубационды немесе интоксикационды кезең деп атаса болады. Яғни ағзаға түскеннен кейін айттым, ауа тамшылы жолмен шырышты қабықты зақымдайтын деп. Яғни шырышты қабыққа түседі вирус. Егер де көзге түсетін болса, онда көзде конъюнктивит болады. Көздің қышуы, көздің қызаруы, көзден жас ағуы мүмкін. Ал келесі, егер де мұрын шырышты қабатын зақымдайтын болса, онда мұрыннан су ағуы болады. Ринит, яғни мұрынның қабынуы. Үшінші, ол ауызда жұтынғанда ауру сезім болуы мүмкін. Яғни ларингит, трахеит және де бронхит ауыр жағдайда пневмонияға дейін алып келеді. Яғни ол осы шырышты қабатқа түсіп, сол арқылы ағзаға енеді. Ағзаға еніп, қанға еніп, соның нәтижесінде ағзада температура, әлсіреу, ұйқының келуі бүкіл осы интоксикационды синдроммен жүреді. Келесі, айттым, яғни клиникалық көрінісі болғанға дейін, яғни ағзаға сып шыққанға дейін. Бірінші бастапқыда ауыздың шырышты қабаттарында энантема пайда болады. Яғни ішті шырышты қабатта пайда болса энантема, ал сыртқа шықса ол экзантема деп аталады. Ауыздың шырышты қабаттарында бөртпелер пайда болады. Яғни манный крупаны шашып жібергендей бастапқы бөлігінде болып кейін кетіп қалады. Оны осы температура шыққаннан кейін аналар тұрақты балаларыңыздың аузын қарап, бақылап жүруге тырысыңыздар. Келесі, бөртпелер шығады дедік. Бөртпелердің қасиеті ол жоғарыдан төмен қарай шығады. Яғни бірінші баста, құлақтың айналасында, шашты бөліктерінде шығады, кейінгі кеуде бөлігіне өтеді, кейін аяқ қолдарға шығады. Яғни негізгісі осы сатылап тұрып шығады. Және де өте қатты жөтел болады. Яғни осы шырышты, ішкі шырыштарды сыртқа шығару үшін. Келесі кезең уже пигментация кезеңі. Яғни денеге бөртпе шықты, енді бөртпелер қайтып пигментацияны алып, керісінше аяқтан бастап шеткі аймақтан қайтадан кері қарай кетіп осы кезеңнен өтеді. Келесі,
қызылша ауруының қандай емі бар деген сіздерде сұрақ пайда болады. Яғни қызылшаның ауруының дәрілік және дәрісіз дейтін екі түрде емделеді. Бірінші дәрісіз еміне ол төсектік режим, яғни науқас адам жату керек. Келесі ол диета сақтау керек, яғни көп мөлшерде сұйықтық ішу керек. Қандай вирус болса да ағзада интоксикация жүрсе, ол көп мөлшерде сұйықтық немесе сорпа ішу керек. Келесі еміне келетін болсақ, дәрілік, оның арнайы қызылша ауруының емі жоқ. Ол тек симптоматикалық түрде емделеді. Егерде көзде болса, конъюнктивитке арналған дәрі, мұрынға, ринитке және де жөтелге қарсы ем қолданылады. Ал егерде осы вирусты инфекцияға бактериалды инфекция қосылатын болса, яғни иммунитет түскеннен кейін адамда, соның нәтижесінде бактериялар күшейіп кетуі мүмкін. Соның нәтижесінде бактерия қосылса, суперинфекция болады. Соған біз антибиотик берсек болады. Ал былай арнайы вирусты біз антибиотикпен емдемейміз. Келесі бізде профилактикаға келетін болсақ, бізде профилактика ретінде 1 жас және де 6 жаста кор краснуха паротит деген ККП вакцинасы егіледі. Және де егерде балаңыз дені сау болса, және де оған ешқандай қарсы көрсеткіш болмаса, және де ешқандай да жедел аурумен сол уақытта ауырмаған болса, онда ККП-ны салған дұрыс. Себебі былай ауырғанда сізге көп мөлшерде инфекция түсіп, қатты ауыруыңыз мүмкін, ал ККП салса, ол кішкене бөлігін салады да, соған ағзада иммунитет пайда болады. Және де сіз кейін келешекте қызылшамен ауырмайсыз, ауырғанның өзінде сізде оның жеңіл түрімен өтеді. Сол себепті прививканы, вакцинаны салған дұрыс. Келесі, сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Осы инкубационды кезең, яғни осы қызылша ауруы қай уақыттарда жұғады деп. Яғни соңғы инкубационның соңғы 2 күнінде, яғни әлі денеге бөртпе шыққан жоқ, соның шыққанға дейінгі 2 күнде уже жұқтыруға бастайды. Кейін денеге бөртпе шыққаннан кейін 5-7 күннің ішінде жұғуы мүмкін. Соны бақылаған дұрыс. Осымен видеомыз соңына жетті. Егерде видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.